Саламатсыз ба? Саламатсыз. Микрофон беріңіздерші. Өзіңізді сотқа таныстырып өтіңізші, аты жөніңіз? Кушеров Мухит Оралбаевич. 1975 жылғы 4 ноябрь күні туылғам. Туған жеріңіз? Қазіргі Түркістан облысы. Қайда кім болып жұмыс істейсіз? Алматы қаласы бойынша сот сараптама медицинасының Талғар бөлімшесінің сот сарапшысымын. Еңбек өтіліңіз? 2003-тен бастап. 22 жыл. Да. Жақсы. Сіздің өзіңіздің қызметіңізге байланысты сізге құқықтарыңыз, міндеттеріңіз және көрнеу жалған қорытынды берген үшін қылмыстық жауапкершілік туралы ескертілген деп есептеледі. Сот сізді тек қана көрнеу жалған жауап беретін болсаңыз, қылмыстық жауапкершілік туралы ескертеді. Алдыңызда ант тұр, антты оқып қабылдаңыз. Сотқа іс бойынша өзіме белгілі болған барлық мән жайды, тек қана шындықты, барлық шындықты айтуға және шындықтан басқа еш нәрсе айтпауға ант етемін. Хатшы ант берген туралы қолхат алуыңызды сұраймын. Сіз бойынша сарапшы ретінде шақырылып отырсыз. Мемлекеттік айыптаушымен сараптама қорытындысы жарияланды, номері 173. Қажет пе сізге қайталап жариялау? Жоқ, қажет жоқ. Жақсы, мемлекеттік айыптаушылар, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Жақсы, рахмет. Сарапшы, айтыңызшы, сіз Полат Шерзаттың мәйітін сараптама жүргізу барысында оның денесінен анықталған жарақаттар туралы айтып бере аласыз ба қазір бізге? Сонымен қатар мен орысша айтсам болады ма? Потому что мен заключение орысша берген едім. Енді медициналық терминдерді көбісі аударылмайды енді. Жақсы, аудармашы өтсеңіз микрофон беріңіз. Рұқсат болса, маркермен бірден белгілеп отырсаңыз, қай жеріне қандай жарақат келтірілді? Мынау мен қазір белгілеген осы жерге... Қазір, сарапшы, көрмей қалды мына жаққа. Қазір мен белгілеген, это проникающий колото-резное ранение. Шаншыла кесілген еніп шаншыла кесілген жарақатты көрсетті. Нақты қай жер екенін атап өте аласыз ба? Қай қабырғалардың ортасы болмаса қай жерге кірген? 5-6 қабырғаның арасында подмышечный линия мен задний подмышечный линияның екеуінің ортасында. Қолтық асты сызығы мен артқы қолтық асты сызығы екеуінің арасында. Қолмен бұлай көрсетесіз ба? Өйткені мына жақтан жарық түсіп тұр да көбінесе. Арт жағынан, яғни, Бұл жақсы қоя беріңіз. Одан кейін тағы қандай басқа да жарақаттар анықталды? Басқа да оң көзінің астында мына жерде X қойып жатыр. Кешіріңіз, басқа жарақаттарға көшпей тұрып, осы бірінші жарақат толық сипаттамасын айтып беріңізші. Көлемі, ұзындығы, қандай тіндерді жарақаттады, қандай көлемде, осыған байланысты. При вскрытии мною было обнаружено проникающее колото-резное Микрофоныңызды жақынырақ ұстаңызшы. При вскрытии мною было обнаружено проникающее колото-резное ранение грудной клетки слева. Мен зерттеу жүргізген кезде сол жақ кеуде қуысына еніп шаншыла кесілген жарақат анықталды. Данное повреждение располагается между заднеподмышечной и подмышечной линиями. Аталған жарақаттар артқы қолтық асты сызығы мен қолтық асты алдыңғы передний, қолтық асты, артқы қолтық асты сызығы мен қолтық асты сызығының арасында орналасқан. Между пятыми и шестыми межреберами. 5-ші және 6-ші қабырға арасында. Проникает в плевральную полость, повреждает. Плевра қуысына кірген. Сол өкпенің жоғарғы бөлігін. Жарақаттан. Сол жақ өкпенің
сол жақ өкпенің жоғарғы бөлігін жарақаттайды. бөлігін жарақаттайды. Сыртқы рананың несі размері 2 сантиметр. Сыртқы жара. Несі направлениесін бәрін айтайын? Айтыңыз, айтыңыз. Направление раневого канала сзади наперед. Жара каналының бағыты арттан алдыға қарай. Слева направо. Сол жақтан оңға қарай. Несколько сверху вниз. Бір шама жоғарыдан төменге. Ұзындығы? Глубина раневого канала около 12 сантиметров. Жара каналының тереңдігі шамамен 12 сантиметр. Осы жарақат бойынша тағы сұрақтарыңыз бар ма, сотқа қатысушылар? Бірінші жарақат бойынша. Жақсы, мемлекеттік айыптаушы, сұрағыңызды қоя беріңіз аға. Енді қалған жарақаттарды көрсетіп беріңізші бізге. Оң көзінің астында, мына жерде қазақша айтқанда қанталау, орысша кровопотек дейді ғой. Кровопотек болды осы жердің бірінші кровопотектерді айтып берейін. Осы жерде бір кровопотек болды. Одан кейін оң қолының қалай көрсетеміз мына. Айта салыңыз ауызбен. Оң қолының сыртқы несінде, саусақтарында, основание, короче, 2, 3, 4, 5 пальцев. Екінші, төртінші, бесінші. Екінші, төртінші, үшінші, бесінші. Екінші, төртінші, үшінші, бесінші саусақтар негізінде. Основание, да. Негізінде. Имеются кровопотеки. Сол жерде қанталаулар бар. Бұдан басқа көзінің астында жаңағы көрсетілген кровопотектің на фоне дейді ғой, орысша айтқанда. Сол жерде сызаттар бар. Ссадины. Мына жерде ссадины. Одан кейін 5-ші саусақтың основаниясында мына жерінде тоже ссадина бар. 5-ші саусақтың негізінде де сызаттар бар. Потом на передней поверхности, нижней третьей, правого предплечья, мына жерінде тоже ссадиналар бар. Оң жақ иығының төменгі 3-тен 1 бөлігі. Санын айтып отырсаңыз, қанша? Предплечьеда 2. Сол жерде 2 кровопотек, қанталау бар. Сол қолындағы сызаттар қанша? Сол қолындағы сызаттарды қанша дедіңіз? Сол қолында мына жерде 5-ші саусақтың основаниясында бірақ бір повреждение. Одан кейін на наружной поверхности, верхней третьей, правой голени бір сызат бар, ссадина. Оң жақ жіліншігінің 3-тен 1 бөлігінде сызат бар. Басқа ешқандай жарақаттар болған жоқ. Тоқтаңыз, желкесінде. Желкесінің сол жағында мына жерде кровопотек бар. Волосистой части головы, затылочной области. Көлемі қандай? Шүйде бөлігінің шашты несінде қанталау бар. Басқа ешқандай жарақат болған жоқ. Көлемі туралы айтып берсеңіз. Размер. Алтыда 3,5. Желкесіндегі жарақат па? Волосистой части головы. Алтыда 3,5 ол басының шашты бөлігінде. Сантиметрмен өлшегенде. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Осы сіз жаңа көрсеткен жарақаттардың қайсы жәбірленуші Полаттың өліміне алып келді жалпы? Непосредственной причиной смерти явилось проникающее колоторезное ранение грудной клетки с повреждением. Тікелей қайтыс